Семей қаласындағы Абай-Арена спорт кешенінде Абай облысы әкімінің жүлдесіне арналған ауыл спорт ойындарының ашылуы салтанатты өтті. Елді мекендерден жиналған жас спортшылар мен қонақтарды бір ортаға тоғыстырған бұл мереке ауыл спортының дамуына серпін беріп, сауатты өмір салтын насихаттауға бағытталды. Аймақ басшысы Берік Уәлинің қатысуымен өткен салтанатты спортты қолдаудың, ел бірлігін дәріптеудің жарқын үлгісіне айналды. Біздің мақсатымыз әрбір тұрғынға, әсіресе ауыл балаларына спортпен айналысуға қолжетімді жағдай жасау. Себебі ауыл спорты ұлт болашағының қайнар көзі. Бүгінгі спорттық мереке тек жарыс қана емес, ауыл жастарына деген сенім мен үлкен зор мүмкіндік. Абай елі қашаннан күллі қазақ даласына өнер шашып шұғыласын төккен прогресс отаны. Біз спорт пен білімде, өнер мен әдебиетте, қысқасы барлық салада республиканың алдыңғы легінде болуымыз керек. Бұл алыптар алдындағы перзенттік парызымыз, және де бұл біздің қолымыздан келеді. Сіздерге, жерлестер, әсіресе жастарға, осы сайысқа қатысып жатқан азаматтарға, ауылдан келген азаматтарымызға сәттілік тілеймін. Ауыл спорт ойындары әділдік пен жарасын салтанат құрған көңілді спорт мерекесі болатынына сенімдімін. Спорттық шара ел бірлігі мен жас ұрпақтың рухын көтеріп, намысын биік етсін деп тілеймін. Ертең үлкен жеңімпаздарды марапаттау рәсімінде жолыққанша. Ашылу рәсімінде әр ауданның спортшыларына құрылған командалар салтанатты шерумен алаңда айналып өтті. Экраннан командалар логотиптері мен көрермендер назарына ұсынылып, сахна төрінде Абай облысының спорт жетістіктері туралы бейнеролик көрсетілді. Қазақ күресінен арнайы көрсетілім мен Қашаубаев атындағы филармония ансамблінің өнері ұлттық рух пен дәстүрлі паш етті. Ибрагим Ескендірдің орындауындағы патриоттық әндер кештің көркін келтіріп, жиналған жұртқа рух сыйлады. 18-22 маусым аралығында Абай облысының әкімінің жүлдесіне арналған ауыл ойындарының бойынша спартакиада өтуде. Оның негізгі мақсаты Абай облысындағы ұлттық спорт түрлерінен дамыту. Атап өтсек, спорттың 16 түрінен жарыстар өтуде. Асық ойындары, көкпар, қазақ күресі, футзал, волейбол сияқты спорт түрлері осы 18-22 аралығында өтеді. Осыдан жеңімпаз атанған спортшылар 12-21 қыркүйек аралығында Алматы облысында өтетін, 4 жылда бір өтетін ауыл ойындарына жолдама алады. Енді жалпы осы жарысқа 1000-ға жуық спортшы қатысуда 10 ауданнан. Жарыстың негізгі мақсаты осы ұлттық спорт түрлерін Абай облысында дамыту. Ауыл спорт ойындарының ашылу салтанатты. Бұл тек жарыс алдындағы дәстүрлі рәсім ғана емес, бұл спорт арқылы ел бірлігін, жастың жігерін, рухтың асқақтығын танытқан мерейлі сәт. Мемлекеттік гимнмен ұлысқан бұл шара жастардың спортқа баулып, ауылдық жерлердегі таланттарды қолдауға бағытталған нақты қадамдардың бірі болды. Көпшілікті тәнті еткен кеш соңында барлық қатысушыларға сәттілік тілегі білдіріп, шынайы спорт рухы дәріптелді. Ажар Бауыржанқызы, Арман Арыстанбеков, Марат Сағымбаев, ТВК 6 телеарнасы.